Архив мемлекеттің кешегі және бүгінгі тарихының сақтаушысы. Өткеннің ақиқатын арқалаған архивтің арқасында кезеңдер арасындағы байланыс, қоғамдық өмір мен мәдениет дамуының шежіресі сақталады. Сол құндылықтарымызды сақтап, халық игілігіне пайдалануды жүзеге асыру бүгінгі күні мемлекеттік архивтердің еншісінде. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты орталық мемлекеттік архив тамыры тереңде жатқан іргелі мекеме. Ел тарихының шежіресіне айналған орталық мемлекеттік архивінің тарихы сонау 1921 жылы 1 қыркүйекте Орынборда құрылған өлкелік архивтен басталады. Ғасырлық тарихы бар орданың қорында 1,5 миллионға жуық іс сақталған. Бұл еліміздің ең ірі көп профильді архиві, республикадағы жалғыз кеңес заманына дейінгі құжаттар қоймасы. Архивте барлығы 770 кеңес кезеңіне дейінгі қорлар қамтылған. Кеңес кезеңіне дейінгі құжаттардың негізгі бөлігі 16 ғасыр ортасынан бастап 1917 жылға дейінгі кезеңді хронологиялық тәртіппен қамтиды. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов сияқты көптеген қазақ зиялыларының өмірі мен қызметін айқындайтын архивтік құжаттар аса құнды. Сондай-ақ Сырым Датов, Исатай Тайманов, Кенесары Қасымов сынды батырлар көтерілісінен бастап 1916 жылғы көтеріліспен аяқталатын халық азаттық қозғалысы бойынша құжаттарды да табуға болады. Көтеріліске дейінгі Қазақстан тарихын бейнелейтін деректі материалдардан басқа, архив қорында шекаралас елдер, атап айтқанда Моңғолия, Батыс Қытай, Орта Азия хандықтарының тарихы бойынша құжаттар да бар. Орта азиялық түркі, шағатай тілі, парсы, татар, қырғыз, ұйғыр, қытай, моңғол тілдеріндегі құжаттар да архив қорларында сақталған. Кеңес кезеңіндегі құжаттарда тіркелген деректер республика өнеркәсібі базасының қалыптасуының негізгі кезеңдерін, көпсалалы экономиканың құрылуын, тың және тыңайған жерлерді игеру кезеңдерін, мәдени құрылыс барысы мен ерекшеліктерін, республиканың халық санындағы демографиялық және этникалық өзгерістерін айқындайды. Қазақстанда тоталитарлық жүйені орнату, мүлікті тәркілеу және байлар мен жартылай феодалдарды жер аударту, жаппай ұжымдастыруды жүргізудің барысы мен ерекшеліктері және соған байланысты 20 ғасырдың 30 жылдарындағы ашаршылық сияқты бұрын жабулы болған тақырыптар бойынша деректер сақталған қорлар материалдары бүгінгі таңда ерекше маңызға ие болып отыр. Сонымен қатар жаппай саяси репрессиялар туралы деректерді қамтитын құжаттар бар. Архивте Сәтбаев, Жансүгіров, Әуезов, Бегелдинов, Момышұлы, Снегин, Сүлейменов, Брусиловский, Байсейітова, Бағланова, Қастеев, Калмыков, тағы басқа әртүрлі сала бойынша тарихи тұлғалардың жеке қорлары сақталған. 1941 жылдың наурыз айында орталық өлкелік архив негізінде екі дербес Қазақ КСР орталық мемлекеттік тарихи архиві және Қазан революциясы мен Қазақ КСР социалистік құрылысының орталық мемлекеттік архиві құрылды. 1943 жылдың қаңтарында Алматыда Қазақ КСР кинофотоқұжаттарының орталық мемлекеттік архиві ұйымдастырылды. 1957 жылы үш орталық мемлекеттік архив Қазақ КСР-ның бірыңғай орталық мемлекеттік архивіне біріктірілді. 1974 жылы орталық архив мамандарының ұсынысымен екі архив құрылды. Оның бірі ғылыми зерттеу институттарының жобалық құжаттары сақталған қазіргі ғылыми техникалық архив. Екіншісі кинофото құжаттары мен дыбыс жазбалары сақталған архив. Бүгінде орталық мемлекеттік архив қанатын кеңге жайып, тамырын тереңге тартты. Архивтің бай қорына тек отандық ғалымдар ғана емес, ақш, Германия, Ұлыбритания, Жапония, Венгрия, Италия, Австрия, Ресей, Оңтүстік Корея, Түркия, Қырғызстан және басқа елдер зерттеушілері де қызығушылық танытып отыр. Архивтегі жәдігерлерге айналған әрбір құжатты көзінің қарашығындай сақтап, архив қазынасын байтуға жан тәнімен берілген жанкешті қызметкерлердің еңбегі ерен. Көптеген ғасырдың құнды құжаттарын қамтыған бай мұраны келешек ұрпаққа қаз қалпында жеткізуді мақсат еткен архив мамандарының жауапкершілігі орасан зор. Өйткені архив өткеннің айнасы, тарихи жадының сақтаушысы, ал өткенсіз болашақ жоқ екені баршаға аян.